Халқыбыздың легендар жыршысы Ранисны шыраттым. Язучылар бірлігі ертінде Ранис, сені шыратқа шең бірінші әлбетте енді жырлатасы келе, жырлап жіберелі малай. Күлі қарабыз атты, тырналар кетуін, сағынып күтә ол, қабатия жетуін, шалбырдай тесіліп, қайтып тырналар, bu күлдей қамышлы, güzel күлі қайда бар. Молодец! Сені bütün қызлар яратадыр енді, үйленмедің мәлі? Yok әлі үйленмедім, өлім ғына үйленірге. Неге алар ойлайсың, айында уақыт түгіл мені? Yok вақыт түгіл, çünkü әлі біз концертларға әзірленеміз, әлі көп концерттар қоясы бар. Шуан көрі олай бірге вақыт жоқ әлі. Қашан уақыт болайынды? Житір ала білсе, татар әтмішлер, әрбір әйбірінің өз вақыты бар. Бізді тойға шақырасың мұсың? Алла берсе. Қара, сен бәқітлі ме ол? Мен бәқітлі, Аллаға шүкір. Мен өзімді бәқітлі деп санаймын, çünkü өз яратқан күнәрім бар, өз яратқан yanında яратқан кішілерім ери, туғандарым, достарым, Аллаға шүкір деп айтсам. Әтенелерім исән, туғандарым исән. Ғабдулла Рахимқұловлар кебек сенің жыры білән жырладың бит әлегіне. Популяр болыр үшін нәрсе керек деп ойлайсың? Популяр болыр үшін керек. Халық сені яратсын үшін бик ұзақ yıllar бойы. Yıllar boyu için biz жырға өз мәхәббәтті білдіре керек. Былай ғана жырлап сахнага жырлап чыктыга мәхәббәтле бүтін күңеліне беріп жырлара керек аны үшін. Һәм инде өзінің стиль булырга тиеш башкаруын Габдулла Рахимқұловны кабатлау түгел, үзенчә матур итеп башкара керек аны үшін. Менә бүген микрофон бик әйбәт булмады кебек. Андай вакытта синең кайфың төшәме сәхнәдә? Төшми, минемчә. Нишлисең, ничек чыгасың ул ситуациядә? Үзеңне ничектер һаман күтәрә керек. Шуңа күрә андый ситуациялар була инде. Барыбер матур итеп башкара керек җырларны.